Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Жалпы порнография көрген адамның әйелі өзіне әдемі емес болып қалады. Я, себебі адамның миы ол реальный өмірдегі және виртуальный жаңағы әлемдегі болып жатқан процестерді айыра алмайды, ажырата алмайды. Ал егер жоқ ол қате дейтін болса, онда адамның мысалға порно көрген кезде ода эрекция, яғни мынандай бір стояк болмаса еді адамда, адамда тұрмас еді порнографияға, егер ол өтірік болса. Демек, бізде қандай қорытынды шығады? Бізде қандай қорытынды шығады? Адамның миы мынау экранда көрген әйелді шынайы әйел деп ойлап қалады да. Және өзінің қасында жүрген әйел бар ғой, ол мынандай болуы мүмкін, жаңағы енді шашы жуылмаған, боянбаған, үстінде жаңағыдай жыртық халат деген сияқты, жаңағыдай тамақ сасып жүрген болуы мүмкін үйінде. Ал мынау жаңағы студиялар түсіретін видеоларда, порно студиялар, порно индустрияның актрисалары, оларда жаңағыдай бәрі, оларды негізі бір команда дайындайды, оларша жаңағыдай мейкап жасайтындар болады, визажист дей ма, сондай адамдар болады, жаңағыдай тырнақтарын бояйды деген сияқты, денесіндегі бүкіл жаңағы артық жүндерін бәрін алып, енді ол сөзде ұят жоқ, тем более осы біздің каналдың тематикасына байланысты, сондай жаңағыдай адамның көзіне түскен кезде, көрген кезде жаңағыдай бір жиіркенетін нәрсенің бәрін алып тастайды да, жаңағыдай әдемі қылып бізге көрсетеді, жаңағы алтынмен жалатып ше, жаңағы алтынмен қаптап бізге көрсетеді, және сен уже салыстырасың, жаңағы сен үлкендерге арналған фильмдегі әйелдерді көріп аласың да, сосын сен үйінде жүрген өзің әйелің бар ғой, сол екеуін салыстырасың. Ал негізі ол салыстыру келмейді, ол өйткені сен ол жаңағы үйінде жүрген әйел, ол өзің әйелің, ол қалай бар солай жүр да, ол үйінде, ол өзің үйінде ғой, дұрыс па, боянбаған, жаңағыдай мен айтқан сияқты. Ал жаңағы актрисаға келетін болсақ, онда ол парадный, яғни ол жаңағы тіпті жаңағы енді парадный деген сондай жаңағыдай көшеге шығатындай, сондай жаңағы енді көшеде де мысалы көрсең, мынандай тоже бір не бар ғой, дилемма бар. Былай дейді, мен үйімдегі әйеліме қызықпаймын дейді да, мен қатты қызығушылығым артпайды, шықпайды, енді қызығушылығым боянбайды дейді да, ал мына көшедегі қыздар көрген кезде, яғни басым кетеді дейді да. Ол не үшін деген сұраққа келген кезде, сол жаңағы ол көшедегі қыздар, ол жаңағыдай көшеге шығу үшін дайындалады ғой, алдын ала жаңағыдай боянып, сыланып, жаңағыдай шашын жаңағыдай келтіріп деген сияқты киімдер киіп неше түрлі әтірін сеуіп шығады да. Ал сен үйіңдегі өзің әйелің тамақ сасыған, жаңағы шашы май-май, тырнағы боялмаған, беті боялмаған, жаңағы үстінде сол жаңағы тозып кеткен киіммен жүреді. Сондықтан бұл екі нәрсе ол салыстыруға келмейді. Сол үшін адам өзінің ақылын іске қосып, өзінің қасындағы жұбына көңіл бөлу керек. Ол қаншалықты жақсы күтіп қараса, ол соншалықты отдача алады, яғни соншалықты ол кері байланыс алады да. Сондықтан осы адам порнография көрген кезде оның қасындағы жүрген әйелі өзінің әдемі емес болып қалады да. Сонымен бұл негізі, бұл порнография, жалпы бұл менің қозғап жүрген тақырыбым, ол тек қана жасөспірімдерге арналған нәрсе емес. Ол 30-35 жастағы жігіттер бар, қасында әйел бар, әлі порнография көреді да. Ол өміріне ол до того сіңіп кеткен да. Және бұл нәрсе отбасы институтының жаңағы фундаментіне сондай бір трещина, яғни асадық келтіретін нәрселер да. Ол адамның отбасын құртатын нәрсе болғаннан кейін, бұл өте зиян, өте қорқынышты жағдай. Сондықтан бұл енді әлсіздік, ал бізге әлсіз болуға болмайды. Сондықтан қуатты бол.